кәсіп бастаған адамға қолдау өте көп мемлекет тарапынан. Мен ешкімге ақыл айта алмаймын деп ойлаймын. Жоқ, бұл жерде әйел затының жаңа кәсіпте жүруі қаншалықты қиын? Сіз өзіңіз де әйелсіз ғой. Әйел затының кәсіпте жүру өте қиын. Жертвам сол уже кәсіпті таңдау болды. Не кәсіп, не отбасы тұрғанда біз кәсіпті таңдап кеттік. Алдағы 3 жылдың ішінде біз шетелге дейін шығамыз деп ниеттеніп отырмыз. Жоспар құрып отырмыз. Кейде біздің целый морозильный комнатамыз біздің өшіп қалып, таңнан азанға дейін 2 миллион товар еріп кету. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Әдеттегідей сіздермен Тәлімгер подкастының кезекті шығарылымы. Жүргізуші мен Әсел Медеу және де біздің бүгінгі қонағымыз Түркістан қаласындағы Айка Фуд наубайханасы, сонымен қатар Арабика кофе желісінің негізін қалаушы жеке кәсіпкер Әйгерім Номадова. Қош келдіңіз, Әйгерім ханым. Қош көрдік, рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Жалпы сіздің тарихыңызды естіп жатырмыз. Бұл кәсіпті бастамас бұрын аядай ғана жерден бастаған екенсіз. Жалпы әр кәсіпкердің артында бір қиындықтар болады, бір өзінің тарихы болады ғой. Сіздің тарихыңызбен танысып өтсек. Бұл тарихым менің өте қызық. Осы Түркістан қаласында біраз ел біледі, біраз Инстаграмда активно біз көрсетіп жүрміз. Сонымен қатар бірнеше осындай сұхбаттарда болдық. Біреу сенсе, біреу сенбейді деген сияқты бізді көріп танитындар білет. Біз үйде сондай кішігірім өзімнің асханамда, үйде не бар, сол дүниеден бастаған кәсіп. Ең алғаш біз пельменнен бастаған болатынбыз. Жаңа үйде болады, бір 2 килограмм ұн пачкадағы және 1 килограмм фарш болған. Содан пияз бар, кәдімгі тамақ істейтін, содан бастап біз пельмен жасап, соны сатып, содан түскен ақшаны қайтадан сол дүниені сатып алып, қайтып пельмен жасап, өзінен түскен ақшаны өзіне салу арқылы басталған кәсібіміз. Қазір осында үлкен масштабқа шығып отырмыз. Үлкен демейін, арманымыздың бір бел ортасындамыз. Бұл да жаман емес, негізі Түркістандағы әжептер танымалсыздар сіздер. Енді жалпы менде мынандай сұрақ болып тұрды. Неліктен дәл осы кәсіп түрін таңдадыңыздар? Белгілі бір миссия, мақсатыңыз бар ма? Неліктен дәл осы кәсіп түрі? Бұл ең алғаш өзіме қажеттілік болған. Мен сол уақытта банк саласында қызметкер болып жұмыс жасап жүрген кезде кешкісін келесің үйге, тамақ дайындап үлгеру керек, кешкі тамақ дайындап үлгеру керек. Соны шешімі ретінде тапқан болатынмын. Пельмендер түйін, қатырып қояйын, ертең жұмыстан келген кезде мен соны салып бере саламын деп өзіме қажет бір дүниеден басылған. Проблемадан пайда тап дейді ғой, сол проблема бұл өзімде болған. Кешкі тамаққа үлгеру есебінде. Кейін оны ойлана келе, мен сияқты қаншама әйел кісілер бар, кешкі жұмыстан қайтқан екен, үйіне бала шағасына тез жақсы бір тамақ дайындап бергісі келеді. Пельмен үйдің нағыз қол дәмімен қолдан жасалған пельмендер, мантылар, полуфабрикат жасап бергісі келеді. Сондықтан осы бір проблеманың шешімі ретінде бұл кәсіп таңдалған. Бұл әрі бір миссия, әрбір әйелдің өмір сүруін оңайлату, үйіндегі үлкен бір проблеманы шешу болып табылды. Сондықтан осы кәсіп түрі бізге өзі. Және біз өте жақсы тамақ жасағанды жақсы көрем. Мен арнайы бір поварлықты оқыған емеспін, бірақ осы кәсіпке келгелі бір 120 мастер-класс дейді ғой, сондайларға қатысып тәжірибемізді арттырдық. Бірақтан сол ең басында бастаған кезде кәдімгі үйдің рецептімен жасалған пельмен мантылар болатын. Керемет, сәттілік тілейміз. Енді жалпы мынандай нәрсе ғой, белгілі бір кәсіпті бастаған кезде қаражат керек болады. Қаражат мәселесі бұл қазіргі таңда болсын, бұрында болсын өте үлкен мәселе болды. Жалпы кәсіпті бастаған кезде қаражатты қайдан алдыңыз? Мынандай бір сұрақ бар. Қазіргі таңда егер де жас кәсіпкерлер кәсіп бастайтын болса, қаражатты қалай ала алады? Әлде мемлекет көмектесе ме? Қандай жолдар бар? Өзіңіздің осы жолда тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Енді мен қазір жас іскер әйелдер кеңесінің төрайымы ретінде бірнеше атамекеннен барып бірнеше жиналыстарға қатысамыз, сондай көп сұрақтарды көтеріп қарап жүрміз. Сол жерде менің енді айтарым, кәсіп бастаған адамға қолдау өте көп мемлекет тарапынан. Тек қана өзіңнің кәсібіңді жақсылап жоспарлау керек. Соның жоспарын көрсете алу керек, түсіндіре алу керек. Ол жерде инновациялық бір ноу-хау болу керек. Мысалға біз
енді менің тарапымда мен ешқандай мемлекеттен қаржыландыру алған емеспін, ешқандай инвестор болған емес. Бізде енді болады, кейіннен барып оборудованиеге біз шағын несиелер алып, сол оборудованиелерімізді жаңартқанымыз болмаса, оған дейін менде ешқандай сырттан несие, сырттан инвестиция, қаржы, ешқандай көмек біз алған емеспін. Мен өзім тарапымда, мен кәсібімде болған емес. Бірақ қазіргі жас кәсіпкерлер, кәсіп бастайтын, оларға мүмкіндік өте көп. Тек іздену керек. Өзінің бизнес планын жақсылап құру керек. Қазір қаншама гранттар бөліп жатыр мемлекет тарапынан. Соларға қатысу керек, бизнестерін қорғай алу керек. Бірақ нақты соған фокус қойып, нақты сол бизнесті жасаймын деп жасау керек та. Ал мемлекет тарапынан ақша тегін беріп жатыр, субсидияны алып алып, оны басқа нәрсеге жаратамын емес, нақты өзінің кәсібіне жаратамын деп ниеттеніп жасайтын болса, онда мемлекет тараптан өте көп қолдаулар бар. Жалпы қазір инвесторларда Түркістан қаласына, именно осы Түркістан облысына өте көп инвесторлар тартылып жатыр. Кішкентай ғана шағын кәсіп емес, өте үлкен кәсіптерге де инвесторларды қатты шақырып жатқандықтан, сондықтан тек қана бизнес план құру керек, жоспар құру керек, соны апарып қорғау керек. Қалғанын сол атамекенге барса, кәсіпкерлер қолдау палатасына баратын болса, жолдары өте көп. Биыл өзі Қасым-Жомарт Тоқаев, яғни президентіміз де айтып өтті ғой, кәсіпкерлер жолы деп. Демек, бәрібір мемлекеттен де көмек көрсетіледі дейсіз ғой. Тек еңбектену қажет. Еңбектену қажет. Енді жалпы маған қызықты, сіз осындай танымал осы Түркістан қаласында кәсіпкерсіз ғой жалпы. Бұл жолда қандай қиындықтардан өттіңіз? Жалпы қалай осы уақытқа дейін берілмей келе жатсыз? Соның сыры неде? Өзіңіздің бір тарихыңызға тағы да бір шолу жүргізгіміз келіп жатыр. Қасым Аманжолов айтқан екен, өзге емес, өзім айтамын өз жайымды деп. Өзіңіз айтып өтсеңіз, өзіңіз жайында. Өзім айтамын өз жайымды деп, өзіміз білеміз ғой. Кейде жаңағы түсінбей жатқан біздің болады. Не дейді? Тұтынушыларымыз, жаңағы талаптары өте жоғары көбейіп кеткен кезде бір ашуланып қоямыз, соны еңбектеніп жатырмыз ғой, неге қыла береді деп. Ең басында бастаған кезде әрине шаршау, ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер, ешкіммен араласуға уақытың болмайды, той жиын дегенде жестіріп қойдық, әбден осы кәсіпті өсіріп, өндіріп алғанша деп. Бұл кәсіпте ең бірінші маған мотивация беретін мен балаларым. Олардың болашағын мен жақсы өмір сүргендерін қалаймын. Сол себептен маған демалуға, жаңағы сынып қалуға болмайды. Және менің командам. Басында әрине мен өзім бірінші бастасам, жауапкершіліктің бәрі мен өз мойнымда еді. Мен қаласам жасаймын, қаламасам жасамай қоюға болатын еді. Бірақ менде үлкен мақсат болды. Кішкентай нәрсені бастаған кезде менің ойым үлкен болды. Үлкен дүниеге жаңағы осы бастаған кішкентай пельменімізді үлкен бір команданы көрдім ең басында, үлкен бір цехты көрдім. Сол кезде мен сол кезде қалай армандап мақсат қойдым, қазіргі деңгейіміз сода. Енді менің қазіргі деңгейде арман мақсатым бұдан жоғарылап жатыр да. Алдағы уақытта біз соған жетеміз деп Құдай қаласа ниеттеніп отырмыз. Енді біз сол командам менің қаншама, мысалға 50-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отырсақ, ол 50 адамның әрқайсысының бала шағасы бар, жұбайларымен қосқанда бір 100-150 адам болады ғой. Соның барлығына біздің осы Айкафудтан нан тауып отыр, нәпақасын тауып отырғандықтан, ол мен үшін үлкен жауапкершілік. Маған ешқашан жаңағы демалып қалуға, сынып қалуға болмайды. Әрбір кісінің сол өзін нан тауып, сенім артып жұмыс істеуге келіп отырғандықтан, біз сол жауапкершілікті сезініп, қазір нақты жұмыс жасаймыз, және сонымен қоса біздің тұтынушыларымыз бізді бар деп сеніп, Айкафуд бар деп, полуфабрикат бар, нан бар, тәтті бар, бізде қазір выпечкаларымыз бар, той жиындарын біздің дастархан жасап береміз, соның барлығына біздің тұтынушылар бізге сеніп отырғандықтан, бізге артқа қарай жол жоқ, тек қана өсуіміз керек, дамуымыз керек. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, командам, жауапкершілік деп жатсыз. Жалпы өзіңіздің қол астыңызға жұмысшы алған кезде оның бойында қандай қасиеттердің болғанын қалайсыз, және
нені ескересіз олардың бойынан? Ең бірінші адалдық пен сенімділік. Өзінің бізде командада әрқайсысы бөлінеді, этаппен бөлінеді, және әркім полуфабрикат, кондитерский, выпечка деп дайын өнім дайындау бөлімі деп әртүрлі бөлімдерге бөлінеді. Сол бөлімге бөлініп жатқан кезде де біз қыздардың қараймыз характеристикасын. Мынау тортқа ұқсайды, мынау пельменге ұқсайды, мынау нанға ұқсайды деп қыздарды сіздің қолыңыздан сол келеді ғой деп. Сөйтіп бөлгеннен кейін ары қарай жауапкершілікті өздеріне береміз. Әрбір дүние мен үшін қымбат. Бізде арзан ол оқтау болсын, қамыр жаятын, арзан ол жаңа елек болсын, ұн болсын, стол болсын, демесе қымбат оборудованиемізге дейін бар. Қазір кемі 4 миллион, 5 миллион тұратын оборудованиені біз сеніп сол кісіге берген кезде аманат етіп береміз. Жауапкершілік сол кісіде. Ары қарай енді өзінің жауапкершілігіне қарай. Біздің командаға сыйысып, тартылып кеткен қыздар ары қарай жұмыс жасап кетеді. Менімен бірге шыдай алмай, ұзаққа бармайтындар өздері 1-2 күнде белгілі болып өздері шығып кетеді. Ал келген кезде мен барлық қызды құшақ жая қарсы аламын. Барлығын жұмыспен қамтығым келеді. Және бізбен бірге шыдай алмай кетіп бара жатқан қыздарға да айтамын. Алдағы уақытта ойлан, егер қайтып келемін десең, есігім ашық деп. Барынша бізде жұмыста да жағдай жасалған. Кейде болады жұмыстың қиындығына байланысты, кейде айлықты кешіктіріп қаламыз, кейде түрлі закуп аламай қаламыз, себебі новый оборудование алу керек болады, жаңа точка ашу керек болады, соған инвестиция құю керек болады. Сондай жағдайларда қазір Аллаға шүкір, командам менімен бірге, командада оны сезінеді. Сондай жағдайда біз түсіндіріп айтамыз, қазір сондай қаржылай тапшылық кішкене күтеміз, немесе соған шыдап көніп берген, жұмыс жасап берген біздің жұмысшыларға біткеннен кейін біз премиясын береміз деген сияқты. Солай бір команда болып жұмыс жасауға дайын біздің қыздар. Енді қыздар туралы көп айтып жатсыз ғой, жалпы командамда көбіне қыздар деп. Қазіргі таңда білесіз, 21-ші ғасыр болсын, бұрын болсын, қыздар кәсіп істеген кезде бізде менталитет бар ғой, үйде отырсын, бала қарасын, жұмыс істеп не қылады ол деген секілді. Жалпы сіз қалай қарайсыз, осы кәсіп бастайтын жас аруларға қандай кеңес беретін едіңіз осы тұста? Солар туралы айтып өтсеңіз. Олар не істеу керек, қалай әрекет ету керек деген секілді. Енді кеңес беруде мен ешкімге ақыл айта алмаймын деп ойлаймын. Жоқ, енді бұл жерде әйел затының жаңа кәсіпте жүруі қаншалықты қиын? Сіз өзіңіз де әйелсіз ғой? Әйел затының кәсіпте жүру өте қиын. Бұл бір ауыр таңдаулар жасау керек болады. Кәсіпті таңдадың ба, онда сен көп нәрсені жертваға жіберу керек боласың. Мен кәсіпті бастаған кезде мен тұрмыста едім. Ол кезде кешкі 5-тен кейін кешікпеу керек. Үйге жүгіріп келесің, балдарды күтіп аласың, тамағыңды дайындап бересің, үйді жинайсың, жолдасың жағдайын жасайсың. Сен үлгеруің керек үй жұмысына да, балаларға қарап, жолдасыңның жағдайын жасап, қайын жұрттың жағдайын жасап, ата-ененің жағдайын жасап, тұрмыстағы аруларымыз. Мен сондықтан оларды өте құрметтеп бас иемін, тұрмыста жүріп, кәсіп істеп жүрген аруларға. Менің өмірімде қазір мен жалғыз басты анамын. Менің жертвам сол кәсіпті таңдау болды. Не кәсіп, не отбасы тұрғанда біз кәсіпті таңдап кеттік. Сондықтан ешкімге мен бүйтіп ақыл айтатын жағдайда емеспін. Кәсіпті таңдау керек болды, өйткені менде артқа жол жоқ еді. Сол кездің өзінде менде 20-дан астам қыз бар тұғын жұмыста. Отбасын қарсы, анда қыздарды тастап кете алмайсың. Қанша қиындықтан өтіп, бір өзіңнің мақсатыңа жетіп тұрған шақта таңдау керек болды, мен кәсіп таңдап кеттім. Бұл менің балаларымның болашағы деп сенесіз? Таңдап кеттім. Енді сенемін, соған әрекет етіп жатырмыз. Басқа отбасылы бола тұрып кәсіп істеп жатқан қыздарға мен бас иемін. Жалпы бұл кәсіп сізде тек Түркістан өңірінде ғой. Алдағы уақытта да басқа қалаларда филиал ашу ойыңызда бар ма? Жоспарыңыз қандай алдағы уақытта? Әрине, бізде Қазақстан Республикасы бойынша
өсіп өнгіміз келеді. Қазақстан Республикасы бойынша да емес, бізде қазір сұраныстар, шетелден де сұраныстар бар, басқа қалалардан да, басқа облыстан да сұраныс бар, бірақ біздің әзіргі масштабпен оған біз шыға алмай жатырмыз. Бірақ біз жоспар құрып жатырмыз, нақты біз стратегия құрып жатырмыз, сол бойынша жұмыс жасасақ, алдағы уақытта, алдағы 3 жылдың ішінде біз шетелге дейін шығамыз деп ниеттеніп отырмыз, жоспар құрып отырмыз. Енді осы кәсіпті бастаған уақыттан бері қазірге дейін қандай жетістіктерге жеттіңіз? Бүйтіп атап көрсете аласыз ба? Атын атап, түсін түстеп деген секілді. Атын атап, түсін түстеп. Бұл да негізі, сіз өзіңіз әйел болғаннан кейін бұлай жетістікке жетуіңіз негізі үлкен бір нәтиже менің ойымша. Бұл мотивация, біздің көрермендерге де мотивация болады, қазір көріп отырған бәлкім. Өте көп жетістіктер, сансыз марапаттар, мемлекет тарапынан қаншама марапат алып жатырмыз. 2024-те елбасымыздың марапатына барып, Астана елордадан алып келдік. Сондай кәсіп істеп отырғанымызға бізге жаңағы 8 мартта халықаралық әйелдер күні бізді елеп, кәсіп істеп, осындай елге жұмыспен қамтып отырған үшін рахмет айтып, сол елбасымыздың бірақ қолынан алмасақ та, көмекшілері сонда бізді шақырып, сол жерде, бірақ елбасымыз 500-ден астам Қазақстан Республикасы бойынша 500 кәсіпкер әйелді шақырып, өзі сөз сөйлеп, барлығымызға гүл ұсынып, құттықтап, біз үшін арнайы концерт құрды, сосын біз марапатымызды алып, уақытты қыз 500 әйелге де бәріне марапат беріп үлгермейді, сондықтан соның өзі мен үшін ең үлкен мәртебе. Сол тізімге кіргенім. Оған дейін облыстық бар, қаншама басқа қалалардан шақырып бізге марапаттап жатыр, осы кәсіпті жасауымызға алғысын айтып. Одан бөлек жеке өмірімде де не дейді, өзің қалауларың болады ғой, бір жақсы үй, жақсы машина, ортада абырой деген осының барлығы біздің кәсіптің арқасында. Одан бөлек наубайханамыз, қазір сол 50-ден астам адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Оның ішінде бізде бір 60 миллионнан астам оборот жүріп жатыр. Сол Айкафуд наубайханасын бастағанның арқасында 2 точка бізде арабика кофейнясы бар. Ол жақта да 11-ден астам бір адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Ол жақ жастар бөлек әлем, ол жақтың өзі. Жетістіктеріміз енді барынша Инстаграмға салып отырамыз, жетіп отқан жетістіктер. Қазір енді сол осы кәсіптің арқасында жас кәсіпкер әйелдердің кеңесінің төрайыммын. Сонымен қоса Республика партиясының Ревум мен әйелдер қауымдастығының төрайыммын. Оның барлығы осы ізденістің, талмай еңбек еткеннің және осы кәсіпті ұстап, мен берілмеймін, осыдан бір нәрсеге жетемін деп ұстап тұрғанның арқасы деп сенемін. Қуаныштымын өте қатты сізбен танысып отқаныма. Енді әрбір кәсіптің өзінің бір кәсіп болмасын, өмірде болсын, қиындық пен қызықтар қатар жүреді ғой. Сіз үшін бұл кәсіптегі ең қиындық не, ең қызық тұстар қандай өзі болады ғой? Мынау қиын, мынау бір қызық деген секілді. Естеліктерді бүйтіп есіңізге алсаңыз да болады. Қызық тұстар өте көп. Қиындығын былай айтайыншы, ақшаны қайтадан жұмысты жасап орнына келтіресің, шығындар болады, жаңағы кейде біздің целый морозильник комнатамыз біздің өшіп қалып, таңнан азанға дейін 2 миллион товар еріп кету, оны біз қазір, мен басында соның барлығын қиындық деп қабылдайтын, ол негізінде ол қиындық емес екен. Қиындық жұмыста бізде болады. Жақында емес, біраз уақыт өтті, бір қызымыз бізде жаңағы көкөністерді шегетін аппарат, ол өте ауыр аппарат, жаңағы бетін жауып ұстап тұруың керек деген сияқты. Сол моментте бізде бір техникалық ақаулар болды ма, сол оборудованиенің ішіне жаңағы пышағы бар аппаратқа бір қызымыз қолын салып алып, кесіп алып. Сондай моменттер. Доставка жасап жүріп бір баламыз авария болды. Жұмыстағы
Біздегі қиындықтар қазір сол екен. Ол қалған жаңағы, ой, пельмени еріп кетті, свет өшіп қалды, заказ уақытында істемей қалдық деген нәрсе, ол біз үшін қазір қиын емес. Біз қазір сол кәсіпті істеп жатып түсіндім, ол жерде біз тек жұмыс істеп жатқан жоқпыз, біз өмір сүріп жатырмыз. Өміріміздің ең көп уақытын біз сол жерде өткізіп жатырмыз. Сол жерде өткізіп мен ғана емес, біздің командада, біздің қыздардың өмірі сол жерде өтіп жатыр. Таңнан кешке дейін сол жерде. Сондықтан барынша қыздардың жағдайын жасауға тырысамын. Жаңағыдай ситуация өте болып тұрады, кейде құлап қалады. Біз өте ыстық, жаздың күні далада 45 градустық болатын болса, бізде іште 72 градустық болып тұрады. Сол моменттерде жаңағы нан пісіріп жатқан апайларымыз қаншама құлап қалды жаздың күндері. Жаңа қызымыз саусақтарын кесіп алды деген сияқты, ол үлкен қиындық енді біз үшін. Адамның өмірі ғой, бұл жерде қанша деген. Авария болып жатыр, қанша сондай, өзім қаншама рет затты тасып жүріп жол апатына ұшырадық, сондай, сол өміріміздің өтіп жатыр, сол жерде сондай бір ситуациялар болып тұрады. Сондай моменттер біз үшін қиындық. Ал қуанышты сәттер, біздің әрбір күніміз сол жерге барғанда, бастаған кезде біз Аллаға шүкір деп қуаныш қабылдаймыз. Әйтеуір тағы бір күн біз тіріміз, біз тағы жұмыс істеуге мүмкіндігіміз бар, бізде жаңа оборотымыз бар, біз тағы да тұтынушыларымызға тауар шығарып бере аламыз. Сондай нәрселер болып жатса да, біз күнделікті күнімізге Аллаға шүкір деп келіп, біздің осы күніміз, біздің қуаныш, аман есен жаңағы дастархан басында командамызбен аман есен шайымызды ішіп, үйімізге қайтып, отбасымызбен шайымыз ішкен біз үшін қуаныш ол. Басында айтып өткенімізде, негізі мемлекет қандай көмек көрсете алады деген жас кәсіпкерлерге. Ендігі бір сұрақ, жалпы қаржы бөлмей қандай тағы да көмек көрсетіледі жас кәсіпкерлерге, немесе қандай ұйымдар бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Кәсіпкерлерге қаржылай емес көмек мемлекет тарапынан өте көп. Мен өзім қалай төрайым болдым, соны айтайыншы сізге. Содан әңгімені бастасақ, мен ең алғаш осы Атамекенде бір кәсіпкерлерге арналған жиналыс болып жатыр деген кезде, маған бір қызық болды. Басында сол ойлайсың ғой, мән Атамекен бәріне ақша беріп жатыр, мен де бір ақша алайыншы деп ше. Мен де кәсіп бастадым ғой, маған да қайтарымсыз грант алайын деген оймен, мен ең бірінші Атамекен есігін кіріп, жаңағы соңғы әйелдер өте көп, соңғы қатарында отырып жиналысқа қатысқан болатын. Сол кезде мен түйгенім, біз мынандай қатарда әйелдер, ең соңындағы әйел қатарда мен отырдым, қарап отырдым, дөңгелек үстелдің басында өңшең кәсіпкер әйелдер бәрі жарқырап, әдемі болып отырды, және олардың мақсаты мен не аламын деп келіп отқан жоқ. Сол Атамекеннен, кәсіпкерлік ұйымдан не аламын деп келіп отырған жоқ. Мен не бере аламын деп келіп отыр. Олар айтыңыздар, не көмек, қандай білім жағынан не берейік, қалай үйретейік деген сұрақтар қойып жатқан кезде мен түсіндім, мен не аламын, мемлекеттен не аламын, жаңағы кім маған не береді емес, мен не бере аламын деген кәсіпкер әйелдердің қатарынан болғым келді. Сол үшін маған қызық болды. Әрбір жиналысынан мен қалмай, ол менің кәсібіме қатысы болсын, болмасын, мен барлық жиналысына қалмай барып жүріп түсіндім, бізде мемлекет тарапынан қаржылай емес қолдау өте көп. Сол жерде тегін біз қазір оқып жатырмыз ғой, ақы беріп түрлі, мысалы SMM мобилографта да ақылы оқимыз, юрист керек болса да ақылы оқимыз, біреуге ақша береміз. Жоқ, мемлекет бізге сондай жағдай жасап қойған кәсіпкерлерге. Атамекен палатасы болсын, басқа да әкімдіктің қаншама ұйымдар бар, құрастырып жатқан, қаншама іс-шаралар бар, қаншама осы кәсіпті бастай алмай жүргендерге қолдау көрсету үшін қаншама жағдай жасап. Жобалар жасап жатыр. Жаңағы отбасылық жағдайы төмен отбасыларды қолдау үшін қаншама жоба жасап жатыр, оқытып жатыр, тегін қаншама білім беріп жатыр. Сол жерде кәсіпкерлерді қолдау өте көп, тегін жобалар, ұйымдар көп. Соларды біз өзімізге жақсы жағынан пайдаланып алсақ болды. Мемлекет тарапынан соның арқасында маған айтып жатырмын ғой, маған көмегі бар ма, жоқ па, қатысы бар ма, жоқ па, мен бүкіл оқытқан оқуларын оқыдым. Сол жерде
жиналыстарына қатыстым. Соның арқасында мен төрайым болып отырмын, иә, қаншама. Сондықтан мен айтқым келеді, кәсіпкер кәсіп ашқысы келетін адам жандарға да жақсы жобалар мен ұйымдар ойластырып қойған мемлекетіміз, және кәсібі барларға да жағдай жасап қойған. Сондықтан тек қана мен қаржы алуым керек, грант бөлсін, субсидия бөлсін емес, білімдерін беріп жатқан, қолдауларын беріп жатқан пайдалану керекпіз. Негізі сол жастар жобаны жазуды үйрену керек дейсіз ғой бұл жерде. Енді бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Жалпы танысқаныма қуаныштымын. Алдағы уақытта табысыңыз өсе берсін, жұмысыңыз дами берсін, дәрежеңіз өсе берсін дейміз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Келесі шығарылымда жүздескенше.